Ассалаумағалейкум көрермен. Бұл бала тілі балайдары. Оның жүргізушісі мен Алихан Бекзатұлы. Бүгін бізге керемет қонағымыз келген екен. Таныстырып өтейік. Сәлем, өзіңді таныстырып өтсең. Менің атым Сая. Жасым 6-да. Иә? Нешінші мектепте оқисың? Мен биыл 1-ші сыныпқа барамын. Сен 1-ші сыныпқа бармай тұрып, оқуды, есеп шығаруды білет деп естім. Ендеше есеп қойын саған. 2-ге 2-ні қоссаң неш? 4. 4-тен 2-ні ал. 2. 2-ге 8 қос. 10. Бәрекелді. Сен мектепке бармай-ақ есептерді қайдан үйрендің? Мен оны апам мен атам үйреткен. Бізге атаң мен апаң туралы айтып берші. Апам дәрігер. Апаң аты кім сенің? Апам аты Қалипа. Сен апаңа сәлем жолдашы біздің экранға. Қандай сәлем айтасың? Қандай тілек айтасың? Апа, сәлем, қалайсыз? Ауырмаңыз. Сенің отбасыңда қанша адам бар? 2 адам. Мен и інім. Сен қандай үйірмелерге қатысасың өзің? Кішкентай кезімде гимнастикаға барғам. Қазір суретке бардым. Сенің қолыңда альбом бар екен. Сен салған суреттеріңді көрсете аласың ба бізге? Иә. Мынаны мен бұрында нулевойда салғамын. Міне. Бұл ненің суреті? Өзің айт. Бұл күзгі жапырақтар. Ал мынау үй, мынау жапырақ, мынау бұлттар, мынау күн, мынау банан. Бананның үстіне есеп шығарып қойсың. Мынау қарбыз, мынау домалақтың суреті, мынау 4-бұрыштың суреті. Мынау қарбыз, мынау домалақ сурет, мынау 4-бұрыштың суреті. Міне, мынау менің салған қолғабым. Мынау кірпі. Мынау үй. Мынау мен, мынау атам, мынау әпшем. Келесі сурет. Бұл жаңа жыл шыршасы. Мені мынау үйірмеде салған 1-ші суретім. Таныстыра ғой. Жер ана. Ал мынау үй, мынау жапырақ. Ұлдыздар салыпсың. Бұл бақа. Ал бұл пони. Мынау соңғы суретім. Өте керемет екен сенің суреттерің. Сені өлең оқиды деп естіп, бізге өлең оқып бере аласың ба? Әрине. Қандай өлең? Мен осы тұлпарым деген өлең айтып берем. Ақ бозақпен келемін ауылға ашық, ата-анамды көруге болым асық. Ата-анамды көруге болым асық. Менің жүрек тұлпарым, саңғап ұшқан сұңқарым, туып өскен жеріме. Бәрекелді. Сен оқу біледі екенсің. Ендеше сенің әліппеңмен мен тақырып тауып берейін. Сен оқи ғой. Соны оқышы. Соны. Ит мұрын. Ит мұрын орманда, тауда болады. Ит мұрынның дәрілік қасиеті бар. Ол адамға шипалы. Оны жинап, кептіріп, қайнатып, тұнбасын пайдаланады. Одан емдік майлар да жасалады. Мен саған таң қалып отырмын ше. Сен мектепке бармай жатып, оқуды білесің, есеп шығаруды білесің, сурет салады екенсің. Тақ қандай өнерің бар сенің? Тақпақ. Ендеше тақпағыңды тыңдайық. Кел балалар оқылық, оқысаңыз көңілге, ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сиса көйлек үстіңнен
тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған, өнер білім бәрде оқу менен табылған. Керемет. Сен болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта дәрігер болғым келеді, апам сияқты. Яғни адамдарды емдегің келеді, иә? Иә. Ендеше барлық арманыңа жетуіңе тілектеспін. Біздің достарға қандай тілегің бар сенің? Оқыңыздар, білім алыңыздар. Ендеше достарымызбен бірге қоштасайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.